Армысыздар ағайын, есен аман бармысыздар. Эфирде Шуылдақ Шадырман. Осы менің каналыма келіп, осы жердегі айтылған дүниелерді, өздеріңізге ұсынылған дүниелерді тыңдап, ол жерге зейін қойып, оны саралап, оған пікір білдірген барлық азаматтарға үлкен алғысымызды білдіремін. Осы қазақтың төл дүниетанымын көтерсек, төл дүниетанымын ортаға шығарып, қазақы рухты тірілтсек деген секілді ойда жүрген, деген секілді бағытта жүрген азаматтар ел ішінде мол, баршылық, ойланып жүрген азаматтар баршылық. Барлығыңызға үлкен алғыс айтамыз. Ал енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, бұл біздің Мағжан атамыздың, Мағжан Жұмабаев деп кітаптарда келетін біздің Мағжан атамыздың бір өлеңі. Жалпы мынау тәңірлік, дүниелік, құдайлық, жаратушылық концепция дейтін болсақ, әр халықтың, әр елдің, ұлттың белгілі бір қалыптасқан әдет ғұрпы, дүниетанымы, жалпы дүниеге деген, табиғатқа деген, жаратылысқа деген, адамзатқа деген, жан-жануарға деген әрқайсысының өзінің бір ұстанымы, дүниетанымы, принциптері бар. Ал соның ішінде қазақы дүниетанымға келетін болсақ, бұл өз алдына үлкен бір ашылмай жатқан бір сандық десек те болатын шығар бәлкім. Ал енді бұл қазақы дүниетанымды ортаға келтіруде, қазақы дүниетанымды елге танытуда және нағыз қазақтың қандай болуы керек екендігі жайлы бір ережелер жиынтығын жазып кеткен бізде көптеген ақындар, батырлар, жыршылар, маңдай жарық азаматтар болған. Біз оны өзіміз білмей жүрміз де, содан келіп, жаңағы арабтар келіп бізді адам қылған екен. Олар болмағанда біз басымызға суырдың майын жағып жүре береді екенбіз деген секілді қазақ халқын қорлауға тырысқан әртүрлі осы уақытқа дейін білесіздер, соңғы мынау жылдары әрекеттер болды. Ал бірақ бір қуанышты жағдай, елдің көзі ашық, ел кімнің жалған сөйлеп отырғанын, кімнің тура сөйлеп отырғанын сезеді, біледі. Соның арқасында әркім өзінің бойындағы қанына, әруағына қайта келеді. Қазақ елінің дүниетанымы ешбір елден кем емес екендігі, өз құдайымыздың, өз әруағымыздың, өз әулиеміздің, киеміз бен иеміздің жұрттан кем емес екендігін біліп, сезініп отырған жайымыз бар. Сонау құл иеленушілік дәуірден бастап қазіргі күнге дейін адам санасын басқару, оны тәуелділікте, үрейде ұстаудың технологиялары жасалып, осы күнге дейін дамытылып келді. Адамның жігерін жасыту, оның бойында кінә сезімін ұлғайту арқылы, оны өз мақсатына пайдалану, адамды сол адамға жұмыстарын тегін атқартып алу, болмашы ақыға жұмысқа жегіп қою, үстем тап өкілдері үшін тиімді болып келгені анық. Оны тарихтан, басқадан өздеріңіз тамаша білесіздер. Бір қарағанда ізгі мақсат секілді көрінген мәселелер бар. Адам санасын шын мәнінде олар манипуляция жасауға талпыныстың бір көрінісі ғана екенін біз қазір ажыратып отырмыз. Қарап отырсақ, ғасырлар бойы біздің елімізге, біздің халқымызға көптеген жаттың идеологиясы сіңіріліп, сол идеологияның дүние жүзін құтқаратын, дүние жүзіндегі ең тура жол екендігі біздің миымызға құйылып келді. Бірақ уақыт өте келе бойға сіңіп үйренген сенімдер мен нанымдардың кемшілігін, олардың түбірі табиғат заңдарына қайшы екендігін біз байқаған кезімізде, кейде кері бұрылуға, ата жолына түсуге батылдығымыз жетпей де жататын кездер болады. Ештеңені өзгерткіміз келмей, сол қалыптасып қалған дүние, енді қисық біткен ағашты қайтып сындырып түзете алмаймыз деген секілді, сондай бой күйездікке бой алдырып жататын кездеріміз болады. Ал қазақ арасында араб идеологиясын насихаттаушы қазіргі ортамызда жүрген азаматтардың айтуынша, араб идеологиясын ұстану арқылы біз моральдық нормалардан ауытқымайды екенбіз. Яғни қоғамдағы тыныштық, қоғамның дамуы, қоғамдағы тепе-теңдік деген секілді нәрселерді қамтамасыз етуде араб идеологиясы теңдессіз нәрсе екен. Яғни қоғам даму үшін, онда тыныш, тепе-тең, үйлесімді қоғам даму үшін тек қана араб идеологиясы болса, сол араб идеологиясы қазақты пұшпаққа жеткізеді деген біраз азаматтар осы уақытқа дейін әлі сол сөздерін жалғастырып жүр. Енді тырнақшаның ішінде деп айтсам, құдайлық заңдарды қазақ қоғамына түсіндіріп, сол арқылы бізді адам қатарына қосадымыз олар. Және осы уақытқа дейін қосып та келген дейді кейбір
жаңағы уағыздаушы өкілдер. Аспаннан кітап түседі, сол арқылы адам баласын тура жолға саламыз деген бөгде елдің идеологиясы өздеріне бағынышты, өздеріне табынушы, өздерін әспеттеуші орта жарату мақсатында біздің санамызға құйылып келгенін біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Бұрынғы қазақтар, біздің ата-бабамыз араб идеологиясын ұстанған. Сол идеологияға құлдық ұрған деу арқылы қазақтың бетке ұстар білікті азаматтарының барлығы дерлік араб идеологиясына мойынсұнған деп көрсету арқылы біздің ұлттық құндылықтар координатымызды ауыстыруға тырысушылық осы уақытқа дейін байқалып келеді. Соның арқасында Сириядағы жихадқа кеткендер, ел ішіндегі террорлық әрекеттер секілді келеңсіз дүниелер орын алғаны баршаңызға да аян. Қазаққа қазақ азаматы азат, еркін, батыл, ізденімпаз болуы керек екендігін уақыттың өзі көрсетіп отыр. Дұрысты дұрыс, бұрысты бұрыс деп мойындайтын уақыт әлде қашан жеткен. Ал оны мойындауға, оны айтуға әрбір қазақтың көкірек көзі, пайым парасаты, ақыл ойы жетіп отыр осы таңда. Ал енді қазақтың рухы, қазақтың ішкі дүниесі қандай болу керек деген заңды сұрақ туындайтыны рас. Ол жөнінде Мағжан атамыздың бір ауыз өлеңін сіздерге мысал келтіру арқылы нағыз қазақтың сенімі қандай, оның ойлау еркіндігі қандай, керек болса Құдай деген адамның өзі екендігін Мағжан атамыз осы өлеңінде көрсетіп отыр. Танысаң адайыңмын, танымасаң Құдайыңмын дегенде қазақтың дүние танымынан туындаған сөз. Ол сөзді біз арабтың құдайына жағынамыз деп лақтырып тастай алмаймыз. Танысаң адайыңмын, танымасаң Құдайыңмын деген адайдың жігіттерінің, адайдың қыздарының, адайдың азаматтарының еркелігін арабтың құдайына жағынамыз деп лақтырып тастай алмаймыз. Әрбір қазақ жалғызым деген қазақ, танысаң адайыңмын, танымасаң Құдайыңмын деген адай өзінің бауырларын ешқашанда көкірекке итермейді. Және де нағыз қазақ адайға мен сені таныдым, адайымсың, танымағанымда Құдайым едің деп айтса, одан ешкімнің ештеңесі кетпейді. Ол тек біздің бауырмалдығымызды, өзара сыйластығымызды арттырады деп білемін. Өлеңнің өз мәтініне келетін болсақ, күннен туған баламын, жарқыраймын, жанамын, өзім күнмін, күнге ғана бағынам. Өзім күнмін, өзім от, сөзім қысық, көзім де от, өзім табынам. Жерде жалғыз тәңір от, оттан басқа тәңір жоқ. Жалынмен жұмсақ сүйеді, сүйген нәрсе күйеді. Жымиып өзі жорғалар, ұшырағанды шоқ қылар, шоқ қылар да жоқ қылар. Мұның аты от болар. Мен де отпын, мен жанам. От сен тәңірім, табынам. Әдем отпен аспаның, бәрі жасық басқаның. Жалын жұтам, тез тоям, әулием ием құтыма. Теңсіз тәңірім отыма. Әлсін май құямын өрлейді, құлашы көкке сермейді. Кейде жылан арбайтын, кейде аждаһа жалмайтын, сескенбес сірә кім сенен. Шынында менің өзімді от, қысылған қара көзімді от. Мен оттамын, от менен, жалынмын мен, жанамын, оттан туған баламын. Қараңғылық бұққанда, қызарып күн шыққанда, күн отынан туғанмын. Жүрегімді, жанымды, иманымды, арымды жалын менен жуғанмын. Жүрегімде жанымды от, иманымда, арымда от. Жарқырап от боп туғаннан, белімді бекем буғаннан, қараңғылық дұшпаным, сол жауызды жоюға, соқыр көзін оюға, талай заулап ұшқанмын. Әлпіге барғам Алтайдан, Балқанға барғам Қытайдан. Күннен туған баламын, жарқыраймын, жанамын, күнге ғана бағынамын. Өзім күнмін, өзім от. Сөзім қысық, көзімді от. Өзіме өзім табынам. Жерде жалғыз тәңір от. Оттан басқа тәңір жоқ. Бұл өлеңнің мен жеке басым қалай қабылдадым бір пікірімді, өзіндік талдауымды айта кетсем, кем кетігі болса, артық кемі болса айта жатарсыздар. Оны комментарий бөліміне жазыңыздар өтініш. Ал енді осы өлең мәтініне келсек, бұның рухына келсек, бұның әрпіне келсек. Күннен туған баламын деген бірінші өлең қатары, бірінші шумақтағы.
Жапон императорлары мынау күншығыстағы аңыз бойынша күннің ұлымыз деп айтады өздерін. Ал күннің ұлы деген бұл біздің қазақтың ежелгі 10 мың жыл бұрынғы дүниетанымы. Сонда Жапон еліне ұлы даладан барған дүниетаным екендігі бұл айдан анық болып отыр, айналайын достарым. Қытай императорларының шыққан тегі көк аспанның ұлдары екенін есте ұстасақ, Қытайға да бұл ұғымның біздің ұлы даламыздан барғанын көріп отырмыз осы таңда. Әлемдегі Құдай сенімі туралы ақпараттың барлығы семиттік халықтарға да ұлы даладан жеткені, олардың біздің түсініктеріміз бен сөздік қорымызды кеңінен алып, өз руханиятын байытуға атсалысқанын көріп отырмыз. Бізде қазір көптеген мынау біздің арабтың идеологиясын бізге уағыздап жүрген азаматтар айтады, қазақтың сөздік қорының 1/3 дейді, біреулер айтады пәленбай пайызы дейді, біреулер айтады 11 мың сөз деп айтады, арабтан қазаққа еніп кетті дейді. Ал жалпы сөздің пайда болу табиғатына келетін болсақ, құрметті ағайын, мынау интеллект деген адамның интеллект, мынау ақыл сана, ой санасы, көзі көрген, басынан өткен заттар, құбылыстар секілді нәрсені суреттейді. Суреттеу барысында сол нәрсенің дыбысы қалай, сол нәрсеге қандай дыбыс, қандай нәрсе үйлесетінін аналог ретінде хатқа түсіреді, немесе тілмен сөзбен айтады. Ал енді тілдік қор кең болу үшін шын мәнінде 4 мезгіл ауысатын жер болу керек екен. 4 мезгіл ауысқан жерде тілдік қор өте кең болады, ал 4 мезгіл ауыспайтын жерде тілдік қор өте таяз болады. Оған ең қарапайым мысал. Қазақта мысалы мынау қар деген бір ғана сөздің 50-ден астам баламасы бар екен. Яғни қырбық қар, омбы қар, жапалақтаған қар, қансонар деген сияқты қарға байланысты қар деген сөздің айналасында 50-ден астам балама болып тұрған кезде, арабтарда енді о жақта қар деген, аяз деген, шыңылтыр аяз, басқа деген нәрселер жоқ қой. Оларда ол сөздер қалай пайда болады? Дәл сол секілді арабтан енді деген сөздің өзі, қазір қарап отырсақ, түп тамырына қарасақ, табиғат құбылысын суреттеудің қазақы тәсілімен айтылған. Яғни қазақ тілінің түбінде. Енді қазақ тілі дейміз, көне түркі дейміз, жалпы алғанда бізге жат емес екендігі көрініп отыр. Енді монотеистік, бір құдайлық деген діндер бар. Сол діндердің өздері негізі түп тамырын біздің ұлы даламыздан алып отырғаны қазіргі таңда белгілі болып отыр. Оны біз әлемнің әр түкпір-түкпіріндегі тарихи деректерден әлі күнге дейін кездестіріп келеміз, және де бұл жүйеленіп біздің ғалымдарымыз елге, жұртқа, халықаралық қауымдастыққа қазақтың осы керемет дүниетанымын, қазақтың осы керемет рухани мұрасын жеткізетін болады. Сол сәтте бүкіл дүние қазақты 5000 жыл бұрын қалай мойындаған болса, солай мойындайтын болады. Ал бірақ бұл қазақтың, қазақылық деген үлкен бұл рухани дүние, бұл рухани дүниенің ерекшелігі ұлтқа, жерге, туысқа қарамайды, адамзаттың барлығын сүйіп, адамзатты жер-көкке жеткізетін үлкен бір бағыт десек болады. Ал енді өлең жолдарына қайта келсек, әрбір қазақ өзін күннен туған балам деп айтқан кезде өзіміздің нағыз діңгегімізге қайтатын боламыз. Күннен туған баламын деген ұғым метафора ретінде айтылды. Оның шынайы өмірге ешбір қатысы жоқ деушілердің де табылары анық. Ал енді осы жерде кішкене іркіліс жасап кететін болсақ. Жалпы осы ролигіміз кішкене ұзақтау болғалы тұр ағайын. Ол үшін айыпқа бұйырмассыздар. Бірақ айтылатын, қамтитын тақырып үлкен болғандықтан осылай ұзақтау болуға енді мәжбүр болып отырмыз. Күннен туған баламын деген ұғымға түсініктеме жасап кететін болсақ, жалпы адам баласының туылуы, өсіп өнуі, оның күн энергиясын пайдалануына, сіңіруіне қарай жүзеге асады болады. Мысалы, атаның беліндегі сперматозоидтың белсенділігіне, аналық жұмыртқа бөлінуіне, аналық жұмыртқа клетканың бөлінуіне әсер ететін көптеген алғышарттар бар. Сол алғышарттардың негізгісінің бірі бұл ата-ананың ішіп жеген тамағын айтуға болады. Яғни
ер азаматта, әйел заты да етті тағамдарды жегенде олардың бойындағы гормондары, еркектерде тестостероны, әйелдерде эстрогені жақсы ойнап, еркектердің бойынан жаңағы аталық сперматозоидтың бөлінуі күшейе түседі. Әйелдердегі де жұмыртқа клетканың овуляциясы дейміз, пісіп жетілуі ол да жылдамдай түседі. Ал ол мал етінің арқасында болып отырса, мал етінің өзі жерден өсіп шыққан шөпке тәуелді. Ал шөптің шүйгін болу үшін жауған жаңбыр, ылғал, топырақтың құнары, күн сәулесі секілді, жылу секілді факторлар өзара үйлесе келе шүйгін шөпті өсіреді. Яғни біздің тегімізді қуалайтын болсақ, шөпке келіп тіреліп тұрмыз қазір. Енді адам шөптен шықты ма, маймылдан шықты ма деген сияқты сөзді бұрып алуға жаңа құмарлау кісілер болуы мүмкін. Оларға әрі қарай түсіндіріп өтейік енді осы мәселені. Мынау әліппеге біз неге кірісіп отырмыз? Өйткені біздің айтқымыз келген нәрсе күн тіршіліктің көзі. Тіршілік көзі күн болғанына орай, күннен туған баламын деген сөздің мағынасында адам жаны, біздің мынау жанымыз деген күн сәулесінің ең кіші бөлігі болып саналатын фотонның өзі. Ал адамның сүріп өткен өмірі дегеніміз фотонның жер бетіне жасаған саяхаты деуге болатындай. Адам жаны кеткенде фотон өзінің тегі тәңірі күнге қайтады. Жарқыраймын, жанамын деген өлең жолына келейік. Бұл келесі өлең жолында. Осы қатардан не көреміз? Бұл сөзді түсіну үшін біз оттың табиғатына бір ауық назар салып кетсек, жарқыраймын, жанамын дейді. Мағжан атамыз айтып отыр. От дегеніміз жалпы мынау біздің көріп жүрген газдың оты, машинаның іштен жану қозғалтқыштарындағы от болсын, басқа оттың қай түрін айтсаңыз да, көмірдің оты болсын, ол динамикалық жүйеге жатады. Энергияның сақталу заңына, немесе энергияның сақталу принципіне сай, от заттың бойындағы статикада жатқан энергияны, тыныш жатқан энергияны жылу энергиясына айналдыру арқылы затты трансформациялайды. Бір затты екінші затқа айналдырып жібереді. Былайша айтқанда, көбінесе күлге айналдырып жібереді. Ал отты, мысал үшін, қамырға отты аздау берсеңіз нан болады, көптеу берсеңіз күл болады дегендей. Яғни заттың күйін бір күйден екінші күйге ауыстырады. Есесіне жану процесі арқылы айналаға жылу бөледі. Мағжан ақын осы жерде өзінің жарқырап жануы арқылы заттың трансформациясына әсер ететіндігін, динамикаға қызмет ететінін көрсетіп отыр. Яғни өзінің динамикалық жүйе екендігін көрсетіп отыр. Жалпы Құдайдың табиғатта еріп жүргенін, Құдайдың табиғатта жүргенін ескерсек, ал табиғаттың басты ерекшелігі оның динамикасында. Яғни айналадағы барлық заттар қозғалып, өзгеріп отырады. Егер Құдай бар деп санайтын болсаңыз, бір кісілер бар, Құдайға сенеді, Құдай бар деп санайды. Онда сол Құдайдың бірінші атрибуты, яғни ажырамас қасиеті бөлігі, ол динамика, қозғалыс. Құдай болу үшін ол үздіксіз қозғалысты жүйе болу керек. Өйткені білесіздер, қазақ айтады, ағын судың арамы жоқ дейді. Ол үнемі ағып тұрғандықтан өз бойын өзі тазалап тұрады. Ал тоқтап бір орында тұрып қалған су, ол сасып кетеді. Қозғалыс пен өзгеріс болған жерде ғана өмір мен дамудың болатындығы белгілі. Өзгерістің негізі қозғалыс екендігін ескерсек, өмір дегеніміз қозғалыс болып тұр, а қозғалыстың өзі өмір болып тұр. Қарапайым нәрсе, мына қанымыз бойымыздағы қозғалмай тоқтап қалса, біз өмірден өтеміз де кетеміз. Ал енді Мағжан атамыздың жарқырап жанамын деуінің өзі динамикалық жүйеге тән құбылыс болғандықтан, Мағжан атамызды біз өмір сүйгіш ақындар қатарына жатқызамыз. Ал ғаламдық заңдылықтың барлығының мақсаты тіршілікті жалғастыру. Яғни қарап отырсақ, біздің тамақ жеуіміз, сабақ оқуымыз, кітап оқуымыз, кез келген айналадағы мынау өсімдікті қараңыз, балықты қараңыз, нені қарасаңыз да оны қараңыз, олар барлығы бірақ мақсатпен жүр. Тіршілікті жалғастыру деген. Өмірден жұрттар мағына іздейді. Ана жаққа барып, жәннатқа жаңағыдай не дейді ғой, жаңағыдай пейішке барып, сонда бір кайфке бөленіп, ағып атқан арақтың өзендерінен ішіп, кайф болып аунап жатамын, қарнымды қампитып, еттен жеймін, жаңағы неден жеймін, азаннан кешке дейін қыз келіншектермен ойнап күлемін деп ойлайды. Шын мәнінде мына біраз атеистпін деген кісілер өмірде мағына жоқ, ол жалпы өзі сондай бір шексіз дүние дейді. Ал жалпы
менің көзқарасымдағы өмірдің мақсаты өмірді жалғастыру, яғни процесті жалғастыру. Яғни Мағжан атамыздың айтқанын жарқырап жану деген ұғымы тоқтап қалу, баяулап қалу, тоқырап қалу деген ұғымдарға қарсы антоним, яғни тоқтамай, баяуламай, тоқырап қалмай, алға қарай жанып, үнемі қозғалыста болып отырамын деген сөз. Ал енді осыдан қарасаңыз, баяғы көшпелі қазақтың қалай өмір сүргенін біз көре қоямыз. Көшпелі қазақ қалай өмір сүрді? Динамикалық жүйенің бір көрінісі, үнемі көшіп отырады, жаз жайлауда, қыс қыстауда. Онан қалды ұлы көш деген процестер, тарихи процестер болды. Мынау біздің бабаларымыз осы ұлы қазақ даласынан шығысқа қарай да көшті, сонау батысқа қарай да көшті. Ол жөнінде мына жерде айтылады, жаңағыдай Альпіге барғам Алтайдан, Балқанға барғам Қытайдан деп, осы жолда Мағжан атамыз айтып отыр. Келесі өлең жолында осы күнге ғана бағынам деп отыр. Қазір қарасаңыз, біздің елдің арасында енді бірнеше бағыныштылық нелері бар. Мысалы, біз енді конституцияға бағынамыз, заңдылыққа бағынамыз, әртүрлі, мысалы үшін әкімшілік кодекс, болмаса қылмыстық процессуалдық кодекс деген басқа-басқа заңдарға, салық заңдылығына, соларға бағынамыз. Ал одан бөлек арабтың идеологиясына бағынам, арабтың құдайына бағынам, арабтың айтқаны, арабтың кемеңгерлерінің айтқаны, солардың айтқаны маған заң, мен сол адамдарды тыңдаймын, мен сол адамдардың жолымен жүремін, және соны уағыздаймын, елге таратамын деген сондай ұстанымда жүрген азаматтар бар. Ал енді Мағжан атамыз не дейді? Күнге ғана бағынам дейді. Ол не деген сөз? Қарап отырсаңыз, күнге ғана бағынам дейді. Ол кім? Күн деген сенің әкең ба, шешең ба? Күн деген ақсақал ма? Күн деген данышпан ба? Кім ол күн деген дейді? Адам мен табиғат үйлесімі үшін белгілі бір динамика керек. Динамика дегеніміз қозғалыс дедік жаңағы. Өмірлік процестерді қозғалысқа келтіру барысында күннің бастапқы тіршілік қайнары екені қазіргі таңда анық болып отыр. Яғни, әу бастағы пайда болған тіршіліктің белгісін жасайтын ауа, топырақ, су деген, күннің энергиясы деген нәрсенің ішіндегі ең бірінші фактор осы күннің энергиясы екендігі қазір айқындалып отыр. Енді, мысал үшін, өмірдегі мына біздің айнала табиғатты құрайтын күн, топырақ, ауа, су деген сияқты элементтер бар. Осының қайсысы бірінші, қалғандары екінші дәрежелі деп қарайтын болсақ, қарапайым. Егер вакуумда суды қалдырсақ, вакуумдағы ешқандай сырттан энергия келмейтін су ештеңе істей алмайды екен. Топырақ та сол, ауа да сол. Ал бірақ вакуумда күннің энергиясы болатын болса, күннің энергиясы өзара бір-біріне фотондары құрамындағы энергетикалық байланыстары әсерлесу арқылы ол жерден тіршілікке қажетті барлық нәрсе шыға береді екен. Яғни, бұл жерде менің айтпақ болғаным, күн, топырақ, су, ауа секілді құбылыстардан күн деген құрамдас бөлігін алып тастайтын болсақ, мына біздің табиғаттағы қазір көріп жүрген, қалған үшеуі сәуле жарата алмайды. Өйткені олардың өздері сәуледен жаралған. Сәйкесінше олар өмір туғыза алмайды. Ал күн сәулесі қалған үшеуін жарата алады. Ауа, су, топырақты. Соның арқасында Мағжан атамыздың айтқанын, жер бетіндегі тіршіліктің көзі күн болып саналады, және де күнге ғана бағынам деген бұл жерде үлкен философиялық мағына жатыр. Бұл жөнінде том-том кітаптар жазуға болады. Және де бұл бізге семиттік идеологияның ұсынған, болмаса басқа-басқа сырттан келген идеологиялардың ұсынған бүкілін тасталқан қылып жібереді. Сондай бір керемет дүние. Төл қазақы дүние. Енді күн дегеніміз біздің ғаламның энергия көзі, тіршілік көзі екеніне көз жеткіздік. Ал енді өзім күнмін деген сөзге келер болсақ, оны да мен метафоралық қысқа қайыруға болады. Метафора бұл теңеме балама сөз, сондай суреттеп, әсіресілтеп жіберген деп бір тырнақшаның ішіндегі білгіш кісілер айтуы мүмкін. Алайда адам жаны күн сәулесінің бір бөлшегі екендігі рас. Күннің бөлшегі өзін күнмін деп атауға толық негізі бар екені мәлім. Яғни, мен мысал үшін қазақ деген ұлттың бір өкілімін.
және өзімді мен қазақтың өзімін, мен қазақпын деп айтуға толық құқым бар. Өйткені мен қазақ деген ұлттың өкілімін. Сол секілді күннің бір бөлшегінен өзіне жан, өмір, тіршілік алып отырған кез келген адам баласы мен өзім күнмін деп айтуға оның да толық қақысы, құқы бар. Енді Мағжан атамыздың өзім от деген сөз тіркесіне келетін болсақ, ол кісі айтып отыр, өзім күнмін, әрі өзім отпын деп отыр. Енді бір қарағанда бұл бір ақынның жаңағыдай 100 граммды ішіп алып, лепіріп айтқан сөз деп қысқа қайырып, жаратушы құдай, араптың құдайы бұндай жақтырмайды. О не деген сөз ол? Өзім құдай, өзім күн, не болып кетті? Мынау сандырақ болып кетті деген бір уағызға милар әбден соған не қылған адамдар, жаңағыдай сіңіп қалған адамдар солай ойлап қалуы мүмкін. Осыдан 5 жыл бұрын мен де солай ойлайтынмын. Ал бірақ өзім от деген сөз тіркесіне келер болсақ, адамның денесін қыздырып тұрған, денесін жылы қылып сақтап тұрған күннен келген фотон, оның жаны, адамның жаны. Жан деген сөздің өзі жан, лаула, ысыт деп тұр ғой. Жаны бар адамның денесі оттан жылу алады, жылайды. Яғни адам баласы өзін өзі от деп атауына толық негіз бар. Адам денесінің орташа температурасы 36 градус болса Цельсий бойынша, адам денесіндегі жаны жанып, оның денесінің температурасын ұстап тұратыны, адам өмірінің негізі от екені осыдан белгілі болып отыр. Бұл нәрсені біздің қазақ атамыз бұдан 10 мың жыл бұрын біліп қойған. Ал біз енді қайтадан қазығымызға оралып жатырмыз деп айтуға болады. Қазақтың ат айналып қазығын табар деген сөзі осы жерде керемет орынды секілді. Ал енді Мағжан атамыздың, Мағжан ақынның, Мағжан пайғамбар дер едім мен. Енді ол кісі кім қалай қабылдайды? Қазіргі таңда көп кісілер мынау семиттің пайғамбарлары пайғамбар, қалған жұрттыңкі пайғамбар бола алмайды, олар жай ғана данышпан бола салады деп өзін-өзі жерге тығып, өзін-өзі төмендетуге тырысады. Бірақ шын мәнінде Мағжан атамыздың осы сөзіне қарай біз бұл кісінің пайғамбарлық миссиясы бар деп айта аламыз. Қазақ халқы үшін, тіпті жер бетіндегі бүкіл адамзат баласы үшін. Мағжан атамыздың айтуы бойынша өзім от деген бір ауыз сөзі адам баласының жаны оттан екендігінің, от дегеніміз болса күн сәулесінің бір бөлігі екендігін анық айтып отыр. Оттай жанып, шоқтай қызбаған өмірдің несі өмір? Онан да ақ өлім артық. Келесі өлең жолына келетін болсақ, бұл кісі айтады, сөзім қысық көзімді от дейді. Мына қысық көзім бар дейді. Қарап отырсыздар, ол кісі айтып отыр, сөзім от, және мынау қысылып тұрған көзімде от дейді. Енді қазір қарасақ, осы әлеуметтік желіде жалпы көп мотиватор коучтар деген адамдар. Сол адамдар адамға от беретін, ынталандыратын, адамды өмірге құштарлығын арттыратын болу керек. Ал Мағжан атамыздың айтып отырған осы сөзі адамның бойындағы отын жандырып, арқасын қоздырып, көзқарасының өзі от екенін, адамның, қазақ баласының қараған көзінің өзі отпен қарайды. Анау америкалық кинолар бар ғой, жаңағы нелер деген, Avengers дейтін бет, жаңағы нелер, супергеройлар көзімен от ататын қарап отырсаңыз. Ал енді сол заманның өзінде біздің Мағжан атамыз айтып отыр, менің көзімнің өзі от дейді, және аузымнан шыққан әрбір сөздің өзі от деп отыр. Бұл енді керемет дүние. Керемет дүниесі сол, мысалы мынау семиттік идеология дейміз, араб идеологиясы дейміз, ол бойынша мынау адам баласына зиян беретін, құдайға қарсы келетін, құдайды айтқанын істемейтін деген, мысалы мынау жын, әзәзіл, сатана деген сияқты сондай кәпір дегендер бар, кәпір жындар деген, олардың бәрі оттан жаралғандар дейді. Ал Мағжан атамыз айтып отыр, мен өзім отпын, оттан жаралдым дейді. Ал енді араб идеологиясын ұстанатын адамдар үшін біздің Мағжан атамыз жын, шайтан, кәпір жаңағыдай. Иә, олар айтады, міне арабтың идеологиясы бойынша оттан жаралдым деген адам топырақтан жаралды деп отыр, ол кісілер айтады. Адам топырақтан жаралды дейді. Ал бірақ біздің
өмірінде басын имей өткен, намысын жерге таптатпай өткен ақындар, батырлардың бірі Мағжан атамыз мен отпын деп тұр, оттан жаралдым деп тұр. Қысық көзімде өтті, айтқан сөзімде өтті. Баратын жеріңе бара бер деп отыр. Қай құдайыңа барасың, тоңқаясың ба, жалбарасың ба, білгеніңді істей бер деп отыр. Бірақ менің от екенім рас, және өзімнің оттық табиғатынан ешқандай да бас тарта алмаймын деп отыр. Енді бойында от ойнаған қазақ, қазіргі біз, сіз бен біз қазақтың баласы, көне көктүріктің баласы екеніміз тарихтан белгілі. Жалпы мына қазақылық деген идеология, мен өзім отпын деген идеология, кезіндегі ғұнның күн болуы, Шыңғыстың қахан болуы, бұның барлығы негізінден алғанда адамзаттың баласын жерұйыққа бастайтын үлкен жол болатын. Бірақ уақыт өте келе оны ізі суи бастады, басқан ізді қар жапты, қар жапқан соң біз ізден адастық, ізден адасып жүріп көп келеңсіз жайтқа ұрынған жайымыз бар. Бірақ Мағжан атамыздың осы бір-ақ ауыз өлеңімен біз өзіміздің бүкіл адасқан жолымызды бір сәтте темір қазығымызды тауып алдық. Бір-ақ ауыз сөзімен. Міне керемет қазақтың. Сіздер қараңыздаршы, осы сіздер араптың жазып берген мына кітабы дейсіздер, араптан келген идеология дейсіздер. Соны қарасаңыз, пәленбай бет, былайша айтқанда жазу. Оның үшін басына оқып бітем дегенше аяғын ұмытып қаласыз. Ал Мағжан атамыздың осы бір-ақ ауыз от деген өлеңі арқылы бүкіл өзін таппай жүрген қазақтар тауып алды осы бір-ақ ауыз сөзбен. Міне қазақ сөзінің кереметі деген, міне қазақ рухының кереметі деген қандай. Бұл өлең қазақпын деген адамдарға ғана емес, бүкіл иісі адамзатқа темір қазық секілді жол көрсетеді. Айтты да қойды дерсіздер. Енді осы циклымыздың, осы видеомыздың тағы бір әрі қарай бөлігіне өтсем, біраз азайды достар, айыпқа бұйырмаңыздар, ұзақтау. Дегенде Мағжан секілді атамызға, Мағжан атамыздың осы от деген туындысына әрине өмірімізді бағыштасақ та жарасады. Тарихты қарайықшы. Тарихта қазақ Алшын болды, Қаңлы болды, Үйсін болды, Қоңырат болды, Найман болды, Арғын болды, Жалайыр болды, Қыпшақ болды, Керей болды, Уақ болды. Осылай одақ, тайпа, ел болып келіп, қазақылық деген үлкен идеологияның туының астына бірігіп, бір тұтас ел болды. Бір тіл болды, бір дүние таным болды. Және де ешкімнің сырттан келген әулиесіне де, пайғамбарына да, данышпанына да мұқтаж болмады. Жұрттар қыздарын тірідей көміп жүрген кезде біз алтыннан киім киіп, дүниені дүр сілкіндіріп тұрған елдің ұрпағы болатынбыз. Енді қарасақ, қазіргі біздің осы қазағымыз қай қазақ болсын арқалы, қай қазақ болсын әруақты. Қазақтың аузы дуалы, халық айтса қалып айтпайды, қалып айтса да қалт айтпайды деген. Қазақтың арқасын арқа, рухын рух, жанын жан етіп отырған нәрсенің кілті, яғни ол не деп іздейтін болсақ, оның ішіндегі отында жатыр екен. Ал от дегеніміз жаңағы күннің сәулесі. Дүниені билеген, бойында оты бар қазақтың баласы, көктүріктің ұрпағының іздерін археолог ғалымдар дәл қазіргі таңда оңтүстік Америкадан, солтүстік Америкадан тауып отыр. Қазақтың іздерін қазіргі таңда ғалымдар, қайталап айтам, оңтүстік Америкадан, солтүстік Америкадан тауып отыр. Оңтүстік, солтүстік Америкаға өзінің тілін, өзінің руханиятын, өзінің керемет қазақы дүниесін алып барған адамдар, сонда мынау тұрған арабтарға тәуелді болып, солар кеп басымызды шампунмен жуып берді деген, енді білмеймін, енді кішкене намыссыз адамдарға жағатын шығар. Бірақ кез келген намысы бар қазаққа бойында қаны оянады. Неге мен сонда дейді. Мен оңтүстік, солтүстік Американы, Қытайды, Альпіні, Балқанды бәрін мен
билеп, оларға мәдениет, руханият, білім, ғылым апарады екен. Бірақ мына жерде түйе бағып жүрген, түйенің зәрін ішіп жүрген біреулер келіп мені адам қылады екен. Енді қарасаңыз, былайша айтқанда нонсенс. Ешқандай да неге келмейді, қисынға. Одан қалды, қазақтың ізін Евразия мен Африкадан тауып жатыр. Яғни қазақ дегенім біздің арғы аталарымыз, олардың ұстанған жолы, олардың руханияты, олардың жазбалары, олардың қалдырған рухани мұралары. Археологиялық қазбалардан, жазбалардан, басқалардан бәріне шығып жатыр. Міне керемет дүние. Бауырлар, қазақтың әруағы атқа мініп келеді. Ал ол сел тасқын, ол дүниені қаптаған кезде, оның алдында ештеңе тұра алмайды, сіздерге айтайын. Жалбарын ба, тоңқай ма, селге бәрібір ағзатты әкетеді. Ал енді көзінде от ойнаған көктүріктің бойындағы отынан сескенді ме, басқа халықтар соларға ұқсамасын деді ме, араб идеологиясындағы барлық жағымсыз кейіпкерлерді оттан жаралған деп олар жазып қойды. Мына қызықты қараңыз. Мысалы, Ібіліс, шайтан, сатана, жындардың атасы жан деген секілді персонаждар, олардың мифологиясындағы кілең оттан жаралғандар олар. Яғни, олардың ойынша от деген мынау дүниедегі жағымсыз құбылыс дейді. Біз қазақтың баласы көзімізде от ойнап тұрғанда, бойымызда лава тасқындап жатқанда неге іркіліп қалуымыз керек? Оттан жаралғанымыз рас. Көзімізде, бойымызда от жалындап тұрған рас. Арабтың құдайы бізді жарылқамай-ақ қойсын. Өзіміздің әруақ құдайымыз жетіп артылады. Мағжан атамыздың осы от деген өлеңінде енді кульминацияға жақындап келе жатыр. Бірінші шумақтың өзінде кульминацияға жақындап келе жатыр. Құрметті драматург мырзалар мен ханымдар, драматургияны оқыған болсаңыздар, өзіме өзім табынам. Мағжан атамыз не дейді? Өзіме өзім табынам дейді. Жарылыс. Мына өлеңді оқыған коммунистік идеологияның пропагандистері және де қазақтың сөзін кішкене де болса танитын сол кездегі коммунистік идеологияның соңында жүрген адамдар мына сөзді көрген кезде түнімен ұйықтай алмай, біреуі жүрегі ауырып қалды, біреуі уайымдап қалды. Өйткені қазақ баласы өзіме өзім табынам деген кезде оны ешқандай өлімде, ешқандай қаруда, ешқандай пышақта, басқа да ештеңе тоқтата алмайды. Содан қорыққандықтан олар Мағжанның бүкіл өлеңдерін кітапханалардан, баспалардан, жеке коллекциялардан алып жойып, Мағжанның өлеңін оқыған адамдарды 10 жылға соттайтын болған. Мағжанның өлеңін оқыған адамды 10 жылға соттайтын болған. Неге деңіз? Өйткені Мағжанның өлеңін көзінің қиығымен бір оқыған адам өзінің бойына 10 жылға жететін энергия жинап алатын болған. Ал соның энергиясын басып тастау үшін 10 жыл түрмеде абақтыда ұстау керек болған. Неге? Өйткені өзіне өзі табынып отырған адам ол сенің ешкіміңді мойындамайды. Оны танкімен де, атом бомбасымен де, оны қылышпен де, дарға асумен де, таспен де, таяқпен де тоқтата алмайсың. Ол адам өзі Құдай. Сондықтан да Мағжан атамызды біз оқысақ, Мағжан атамыздың рухын бойымызға сіңіретін болсақ, баяғы дүниені билеген қазақ бабамыздың кейпіне қайта енеміз. Достар, енді біз өзіме өзім табынам деген бір ауыз сөзді, не деген өлең жолы бұл, не деген керемет, не деген энергетика. Осындай дүниені естігендеріңіз бар ма? Өзіме өзім табынам деген адамды естігендеріңіз бар ма? Біз мысалы Құдайға табыну, әруаққа сыйыну, қара тасқа табыну, креске табыну, Буддаға табыну, айға, күнге табыну секілді жоралғыларды естіп, көріп, біліп жүрміз. Ал бірақ өзіне өзі табыну дегеніміз теологиялық нонсенс.
деуге келетін құбылыс. Теология тұрғысында адам бір құдайға, жаратқанға, найзағайға, бірдеңеге, тасқа, бұтқа, бірдеңеге, қара тасқа, жаңа квадратный қара тастарға табынып жүр ғой, жұрттар барып сүйіп, жалап, жылап жүр ғой. А мына жерде Мағжан атамыз айтады, мен өзім табынам дейді. Ал баратын жеріңе бар енді. Адам баласына күш, қуат, рух беретін сыртқы күштер деп қабылдаймыз біз көп жағдайда. Көп деген мынау дін деп жүрген, шын мәнінде олар дін емес, олар религия, religion дейді ағылшыншасы. Олар религиялар. Адамдарды бір жерге қойқысап иірудің жолы. Ол қазақтың дін деген сөзіне тіпті қатысы жоқ. Оларда айтады, сыртқы күштерден аласың. Күшті, қуатты сен қайдан аласың? Сырттан аласың. Анау аспандағы құдайдан сұрайсың, болмаса жаңа ана жерде қара тасқа барып тоңқоясың, сол кезде саған құдай береді дейді. Ал енді Мағжан атамыз не дейді? Мен сенің аспандағы құдайыңа да ана тас бас ештеңеге керек жоқ маған дейді. Мен өзім тұрмын дейді, өзім табынам дейді. Не деген керемет. Ал енді осы жерде религия мен дін діңгектің айырмашылығын айта кетейік, достар. Қазақтың көне 10 мың жыл бұрындық тарихында ата-бабадан қалған өсиет мұра жазылған, елдің ортасында белгілі бір жерде, қырдың үстінде, басқа жерде діңгек болатын болған. Діңгекте тасқа қашап жазылған өсиет болатын болған. Қазақ елінің бірлігін сақтау, қазақтың өсу өнуі, қазақтың ынтымағы барлығы сол жерде жазылып, сол діңгекті айналып, сол діңгектен шықпаймыз, ата-бабаның аманатын арқалаймыз деген азаматтар болатын. Міне сол елдерді көргенді, білгенді, текті дейтін болған. Діңгегі бар ел дейтін болған. А бұлар өздерінің қыздарын тірідей көміп жүрген топас, надан, қара адамдарының істеп жүрген нәрселеріне әжетханадан кейін барып, жаңа тазалану керек, аптасына бір рет моншаға түсу керек деген секілді мынау 1-2 жасар балаларға арналған дүниені әкеліп, бізге тағынып, осы сенің ата-бабаңнан қалған діңгек деп қояды бізге. Айналайын-ау, ол сіздердікі религия. Ол жаңағыдай әжетханадан шыққаннан кейін қалай тазалануды білмейтін адамдарға арналған инструкция ол. Ал біздің бабамыз ол нәрселерді айту біз үшін намыс болған. Қазақ айтады, ымға түсінбеген дымға түсінбейді дейді. Ондай нәрсенің бәрі қазағымызда білесіздер, ыммен-ақ шешіліп кетіп отыратын болған. Және ондай қарапайым, қарабайыр нәрселерді ел алдына шығарып айту масқара дүние болған. Ол топастықтың шегі болған. Мінекей. Сондықтан қазаққа қалған діндіңдектің бір мысал ретінде міне күлтегін жазбалары қараңызшы. Күлтегін жазбалары тасқа жазылып, қашалып жазылып кетті. Күлтегін жазбалары біздің діндіңгегіміз. Қазіргі заманда сақталып отырған. Бірақ уақыт келеді, әр аймақ біріккен адамдар, атаның балалары өздерінің ауылында, елінде діндіңгектерін қайта жаңғыртады. Сол кезде қазақ өзінің от екенін, күннен туған бала екенін, күнге ғана табынатынын, өзіне өзі табынатынын керек болса сезінеді. Одан қалған із бар ма деп сұрауыңыз мүмкін қазір бізде. Баяғы діндіңгектен қалған із бар ма деген сұрақ туындамай ма ойыңызда? Туындайды. Менде де туындаған. Баяғыда ата-бабамызда діндіңгек болып қап кеткен балбал тасы бар, жазу, мына күлтегіндегі мұра бар. Сол секілді бізде қазір не бар деген ой келді. Сонда қарап отырсам, бізде мынау әрбір ру тайпа өзінің бабасына арнап ескерткіш жасайды. Әр ру, жаңа жоғарыда айтқан Қоңырат болсын, Алшын болсын, Найман болсын, Керей болсын, Дулат болсын, Сиқым болсын, қайсысы болсын, өзінің бабасына ескерткіш қояды. Және сол ескерткіште бабадан қалған аманат жазылады.
Ал қандай да бір ел өзінің бабадан қалған аманатын сақтамаған болса, бабасы ештеңе аманат өсиет айтпаған болса, ол ел қалайша саналы, зайырлы, қалайша дамитын ел болады? Алдында ешқандай рухани мұрасы болмаса. Міне көрдіңіздер ме? Қарап отырсақ, біздің дін діңгек дегеніміз бабадан қалған аманат сөз екен. Және ол тасқа қашалып, жазылып, ұрпақтан ұрпаққа аманат болып, мың өліп, мың тірілген қазақтың қайта аман өмірге келіп, өлмей тіріліп кете беретінінің басты себебінің бірі сол өзінің дін діңгегінен ауытқымағандығында. Ал дін діңгегінен ауытқығандар территориядан айырылады, ауызбіршіліктен айырылады, елден, жерден, соңында тілден айырылады. Сөйтеді да бот-бот шығып, жан-жақа босып кетеді. Мінекей, бауырлар, достар, ағайындар, туғандар, құрметті көрермендер, Мағжан атамыздың от деген өлеңінің қарап отырсақ бір кішкене ғана бөлігіне айтылды, бірақ біз мағынасын әлі де толық аша алған жоқпыз. Мағынасы өте терең. Яғни Мағжан атамыздың осы айтқан өзіме өзім табынам деген сөзінен ұғынарымыз, өмірлік күш қуат беруші энергия сырттан келмейді, ол іштен шығады. Әруағымыз да, періштеміз де, қуатымыз да, құдайымыз да барлығы іште. Әруаққа сыйынып ата-бабасының атын айтып жауға шапқан, дауға түскен, іс бастаған қазақ сырттарды күштерді көмекке шақыру емес, өз бойындағы құдайлық күш, ғаламдық энергияны ояту арқылы қуаттанған. Әруақ шақырғанда біз аспаннан біреуге бізді көмектессін деген сөз емес, өз бойымда қайнап жатқан энергия оянсын деген сөз. Ата-бабасының әруағын шақырып, жауға шапқанда, іс бастағанда, дауға түскенде, айтысқа түскенде, ғылыми, басқа да еңбектерді бастағанда, әруағына сыйынғанда, сонда ғаламдық энергиямен байланыс орнап, адамның өз бойындағы энергия ашылып, мінекей, сөйтіп, біз соның арқасында ел боп, жер боп, аман қалған, осы уақытқа дейін өмір сүріп келе жатқан халықпыз. Енді адамның ДНК-сында жазулы тұрған қанымен ағып жүрген от энергиясы, жасампаздық жолында теңдесі жоқ қуат. Біздің сол қуатымыздан қорыққан араб идеологиясы біздің бабаларымыздың оттық жаратылысын, оттан жаратылғанын шайтан мен жын періге балап отыр. Яғни біздің ата-бабаларымыз оттан жаралдым, отпын деп отырса, бұлар айтады, оттан жаралғандар ол шайтан мен жын перілер дейді. Яғни біздің ата-бабамыздың жүріп өткен жолын, отты жолын, шоқты жолын шайтан мен іблістің жолы етіп көрсетіп отыр. Ең қарапайым нәрсе, бабаларымыз алтын киіп, алтын киіммен жерленетін еді. Ал енді қайсыңыз қазір киіммен жерленесіздер? Бәріңіз тыржалаңаш жерленесіздер. Бабаңыз алтын киіп жерленді ғой. Бабаның аманатын кім сонда? Қай жерде біз жоғалтып алдық? Ойланып көрейік, достар. Енді дүниені Құдай жаратты. Бәрі Құдайдың қолында, Тәңір Құдайдың қолында, әруақ Құдай деп жатамыз. Енді религияларда жаңағы нелер айтылады, өздерінің құдайлар айтылады, әркім өзінікін айтады. Біреулер Элохим дейді, Яхве дейді, Аллах дейді, тағы деп айтып кете береді. Иисус дейді, тағы дейді. Қазаққа келейікші енді. Дүниені Құдай жаратты дейтін бауырларымыздың сөзі бойынша, Құдай барлығын жаратты. Барлығын жаратты дейді. Сөйтіп сол Құдайға шүкір айтайық, алғыс айтайық, Құдайды мадақтайық, Құдайға жалбарынайық, Құдайға табынайық деп жатасыздар. Жәделік, жарайды. Енді мынадай сұрақ туындайды осы жерде. Сіз айтасыз, сол дүниені жаратқан, сол жеті қабат аспанның ар жағындағы жаңағы Құдай дейсіз, көк тәңір дейсіз, Элохим дейсіз, Яхве дейсіз, Алла дейсіз, мен соған табынам дейсіз. Бірақ Мағжан атамыз айтады, мен өзіме өзім табынам дейді.
Сен жаңағы арабтың құдайына ма, еврейдің құдайына ма, жаңа кім табына бер дейді. Бірақ мен өзім табынамын дейді. Енді сұрақ туындайды. Өзіңізге өзіңіз табынсаңыз, сіздің жаратушыңыз ашуланып қызғана ма? Өзіңізге өзіңіз табынсаңыз, жаратушыңыз сізді адасып кеттің деп айта ма сізге? Өзіңізге өзіңіз табынсаңыз, жаратушыңыз сізді ана дүниеде қатулы қабақпен қарсы ала ма? Қабағынан қар жауып, сенбей өзіңмен өзің табынып жүрген, берке бер, мен сені айыратын жерді айырып, жерге қадап тастаймын мен сені деп сөйтіп қабылдап алады деп отырсыз ба сонда? Егер де сіз осы сұрақтарға иә сөйтеді, Құдай ашуланып қалатын болды, ойбай Құдайдың қаһары келіп қалатын болды дейтін болсаңыз, онда есіңізде болсын. Өзіңізді жаратушы деп отырған сол Құдайдың өзін сіз пенделікке тығып жібердіңіз. Яғни ашулану, өзгелерді адасушы деп санау, қызғаншақтық, қызғану деген өзіңіздің бойыңызда жүрген сезімдерді апардыңыз да, сол Құдайға теліп қойдыңыз жаңағы. Жіппен тігіп қойдыңыз былай. Міне сен Құдай екенің рас болса, онда сен қызғаншақ болуың керек. Онда сен біреуді адасушы деп айыптап, оның сыртынан айтатын адам болуың керек. Енді Құдай болуың керек. Ашуланшақ болуың керек мен секілді деп. Күлкілі, бір шетінен өте ойланатын жайт. Енді бұл кісі айтып отыр, осы өлең шумағының өзінде Мағжан атамыз жерде жалғыз тәңір от дейді. Жерде жалғыз тәңір от дейді. Көктің тәңірі күн болса, жердің тәңірі от дейді. Қараңызшы. Жер бетіндегі тәңір ол от дегеніміз күн сәулесіне негізделген, жер бетінде ауамен араласу арқылы материяны трансформациялаушы құбылыс дейміз. От дегеніміз материяны өзгертеді ол. Жер бетінде от жанғанда түтін пайда болады. Ауаның құрамындағы оттегінің әсерінен жер бетіндегі жанған отта түтін пайда болады. Яғни, не дейміз, қосымша бір басқаша зиянды заттар, зиянды дейміз ба енді, қалай қосалқы бір элементтер пайда болады. Оның аты түтін және басқалары. Ал күн сәулесіне келетін болсақ, аспаннан түсетін, ол таза энергия. Күннің сәулесінің түтіні, болмаса радиациясы, ондай құбылыстар онда болмайды. Күн сәулесі түтін шығармайды, ол өз бойындағы энергияны кіршіксіз сыйлайды. Мына бір осы кіршіксіз деген сөзге кішкене мән берсек, күннен келген энергия тегін, ақсыз, кіршіксіз. Мағжан ақын, Мағжан атамызда мен өзімнің күндік энергиямды, айтқан сөзімді, көзімдегі отымды, бойымдағы шоғымды барлығын сендерге, менен кейінгі ұрпақ, менен кейінгі балалар, менен кейінгі қыздар, барлығын мен жастарға сенемін деген өлеңінде не деді? Кіршіксіз сыйлаймын сіздерге деді. Ол үшін маған бір ақы бермей ақ қойыңдар. Мағжанға ескерткіш орнатпай ақ қойыңдар. Мағжанның көше бермей ақ қойыңдар атына. Қалаларыңды да Мағжан деп атамай ақ қойыңдар. Күн қалай кіршіксіз сендерге энергияны береді? Мен де сендерге өзімнің бойымдағы энергияны кіршіксіз беріп жіберемін деп отыр. Ал бірақ сендер әрі қарай соны кіршіксіз беріп үйреніңдер деп отыр. Ал енді кіршіксіз деген нәрсеге біз тазаруымыз керек. Рухани тазару арқылы ғана жетеміз. Енді бір қызық. Жалпы оттан басқа тәңір жоқ деген келер жолға келсек, өте үлкен ауқымды тақырып, негізі үлкен бүкіл дүниелік, мына тәңірлік таным дейміз, құдайлық таным дейміз, дүние таным дейміз, жаратылыс танымы дейміз, айнала қоршаған орта табиғатпен үйлесім танымы дейміз. Міне осының барлығын қарап отырсақ, Мағжан атамыз бір өлеңіне сыйдырып беріп отыр. Ол жөнінде жұрттар том-том кітап жазады. Пәлен осы ғасырға дейін қанша нәрсе жазылып келді. Қаншама адасып жүріп, олар табиғи туралық гармонияның қайсысы екенін білмей, мемлекеттер жойылып кетті. Миллион адамдардың қаны жазықсыз төгілді. Неге? Осы бір адасушылық, бір қараңғыға түсушіліктің кесірінен. Ол нәрседен Мағжан атамыз бірақ өлеңмен шешіп беріп отыр. Оттан басқа тәңір жоқ. Оттың тәңірлік табиғатына келетін болсақ, жаңағы айттық, от
заттарды бір түрден екінші түрге ауыстырып отырады. Енді жалпы өздеріңіз білесіздер, қазақтың мынау ежелгіден келе жатқан дүниетанымында отқа май құю, үйіңнің шаңырағыңның түтіні түзу ұшсын, ошағыңның оты сөнбесін деген секілді керемет тілектер бар отқа байланысты. Неге? Өйткені от бізден, біз өзімізде отпыз. Және де өміріміздің жалғасы сол от арқылы жүреді. Ең қарапайым тамақ пісіру ғой, қарап отырсаңыз. Енді мынандай бір керемет нәрсе бар. Жердегі өмірді жалғастыру үстінде отқа тең келетін құбылыс жоқ екен. Құдайға қанша жалбарғанмен, сол Құдайға өз энергияңызды бөліп беріп, өзімді Құдай жарылқайтын болды деп өзіңізді өзіңіз сендіресіз. Яғни бойыңыздағы құдайлық энергияны аспанға белгілі бір эгрегор дейді, ол не жөнінде айтамыз. Сонда соған жіберіп, сіз оны тойдырасыз, сөйтіп өзіңіз күтесіз, сол мен жарылқайды деп. Қазақта бір сөз бар, мал әулие, малсыз барсаң жарылқайды қай әулие дейді. Бір әулиеге барып медет тілеп, бала тілеп, басына түнеп жатқанда бая қазақтың дәстүрінде бар нәрсе. Ал енді ол үшін Құдай ашуланады, Құдай қызғанады, Құдай жақтырмай қалады дейтін болсаңыз, Құдайды апарып пенделікке тыға беруді қояйық ағайын. Құдай, егер ол шын Құдай болатын болса, ондай пенделік нәрсенің барлығынан жоғары тұру керек. Сол секілді, біреу бізді жарылқауы үшін біз оған бірдеңе беруіміз керек болып тұр да. Құдай жаратушы деп санайтын болсаңыз, мына бір жайтты есте ұстаңызшы. Құдай адамға бұдан былай ештеңе бермейді. Ештеңе бермейді Құдай сізге. Неге? Өйткені бар беретін отын да, сәулесін де беріп қойған. Ал бізге қалғаны, енді біздің істейтін тірлігіміз, сол бізге берілген бар нәрсені ұқсатып, жоқтан бар жасау керек, бардан күл жасау керек. Қиыннан қиыстырып, жол тауып кету керек. Міне біздің жол. Құдайдан сұрап бірдеңені тілеп алам деу, өзіңіз сенетін жаратушы Құдайды мазақ етумен бірдей деп айтар едім. Енді бұл жерде Мағжан атамыздың осы от деген өлеңінің өзі бірнеше шумақ. Сол шумақтың біреуін ғана айта кеттік. Қарап отырсаңыздар, керемет дүние. Қазақтың рухын, арқасын қоздырып, өмір мен өлімнің арасындағы шекараны жойып жіберетін. Өмір мен өлімнің арасындағы шекараны жойып жібереді. Сіз тірі жүріп, рухтар әлемінде жүресіз, рухтар әлемінде жүріп, тірі жүресіз. Мынау рухани тазарған кісілерді нирванаға жетеді, рухани тазалық дәрежесіне жетеді десек, қарасақ, көп мынау шетелдік, шетелдерге барған біздің нелер, енді олар түрлендіріп алған осы нелерді, дүние танымдарды. Олар нирванаға кіргеннен кейін бері қарай шығу қиын, бері қарай шығып кетсе нирванаға қайта кіру қиын. Ал қазақтың дүние танымының кереметі, сіз мал бағып жүріп нирванада жүресіз да, нирванада жүріп мал бағып жүресіз. Өзіңіз құдайсыз, өзіңіз отсыз. Табынатын құдайыңыз өзіңізде. Бұл не деген керемет бұл? Және бұны мен айтып отырсам, айтарсыздар, енді Шуылдақ Шадырман деген бір жаңа Құдайдың адастырған біреу шығыпты, аузына келген оттайды екен, мен Құдаймын деп айтады екен. Қайдағы бір анау, қазір мына Түркістан жақтан бір жігіт шықты ғой, мен Құдаймын деп. Сол секілді бұл да біреу болыпты, жұрттан ақша жинайды екен деп ойлауларыңыз мүмкін енді. Ал бірақ Мағжан атамыздың айтып отырған от деген өлеңінде бұдан 10 мың жыл бұрынғы қазақтың дүние танымы қандай болғанын бізге қысқа, нұсқа, бүкіл энергетикасымен беріп отыр. Біз осыны алып, өзімізге пайдаланып, мынау бойымызға сіңірген кезде, өзі бұлай болады. Анау бензинмен жүретін машинаға өмір бойы солярка құйып, о байғұсты от алдыра алмай, ителіп, түтін шығып, ол неге итермейді, неге итпейді, неге бүйтпейді, бұл атаңанәлеттің машинасы оңбаған болды, өлік болды бұл деп жүрміз да. Өйткені біз ана құйылатын бензиннің орны жаңа солярканың дизель отының құйып алып, оны қинап жүрміз бекерге. Ол дизельмен жүрмейді жігіттер. Ол бензинмен жүреді. А сіздің бензиніңіз мына от деген Мағжан атамыздың өлеңі.
осы бензинді орнына құйған кезде жаңағы машинаның 180-ге қалай басқанын көресіздер. Амандық болсын ағайын. Осы уақытқа дейін тыңдап, ден қойғандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Каналымызға жазылып, лайк басып, осы видеоны ағайын туғандарға, бауырларымызға бөлісулеріңізді сұранамын. Жақсы күндерде жолыққанша, кімде қандай сұрақ болса, комментарий, тілек болса, алып қосары болса, төмендегі коммент бөлімінен күтетін боламын. Арда болайық, аман болайық. Жақсы күндерде жолыққанша.